subject. Блин, осындай неловко тишина. Ага, от. Давайте. Сонымен, бәріміз өте мұқият тыңдаймыз, хорошо? Ішіне кіріп кетсеңдер, тақырып изи болып шығады. Сонымен қараңдар. Бізде мынандай ситуация отыр, иә? Прикинь, ұбт-ға дайындықты әлі бастамады анау. Мама, шок дейді, иә? Не істеп жатыр мыналар? Айтыңыздаршы. Не болып жатыр мына жақта? Не болып отыр өзі мына жақта? Мынау бізде Гаухар. Құдай. Өсек, иә, дұрыс айтасыздар, өсек. Сплетница деген сериалды көріп пе едіңіздер, иә? XO Gossip Girl деген, иә? Вот, бізде қараңыздар. Мына жақта өсек айтып жатыр, иә? И complex subject деген достар ол өсек. Кейбіреулер айтады reported speech өсек деп. Жоқ, reported speech ол бізде стукач. Ол болған нәрсені барады да тез барады жеткізіп береді мұғалімге, апай аналар төбелесіп қалды деген сияқты. А настоящий өсек ол complex subject. Неге екенін түсінеміз қазір. Давайте қарайық. Мынандай мысал бар. He's known to be her seventh boyfriend. Известно, прикиньте, что Ерасыл оның 7-ші жігіті, прикиньте. Сонда анан жасы 16-та, и типа уже 7 жігітпен бір жылда жүріп шыққан ғой, ема, иә? Енді қараңыздар, мынандай ситуация. Известно, что он ее 7-й парень деп тұр. Яғни бізге кім айтты бұл информация, бізге белгілі ма? Жоқ. Әйтеуір біреу келіп сол ақпарат айтып жатыр, иә? Келеді да, Аружан Фаризаға айтады, Фариза Айгерімге айтады, Айгерім Нұрайға, Нұрай Аминаға, Амина Динараға сөйтіп. Ема, естідің ба? Ерасыл бар ғой, ана Дананың 7-ші жігіті екен. Ужас деп. Видите, өсек па? Өсек, иә? Эльмира is said to eat cats. Говорят, что Эльмира ест кошек. А кім айтты оны бізге? Уми апа айтып қойды? Жоқ, біз білмейміз кім айтқан. Әйтеуір жұрттар сөйтіп айтып жатыр, иә? Жұрттар айтып жатыр, что Ерасыл, жаңағы кімнің Дананың 7-ші жігіті, жұрттар айтып жатыр, что Эльмира мысық жейді. Вот видите, бізде бұның барлығы өсек болып тұр. Енді қараңыздар. Бұл жерде сөйлем қалай құрылады? Бізде кәдімгі четкий формула бар. Complex subject бізде 4 шақта, основной 4 шақта құрылады. Жақсы ма? Основной 4 шақта құрылады. Және біз каждый шақты қарастырып шығамыз. Енді present simple. Давайте біз есімізге түсірейік. Present simple деген не? Present simple деген қазіргі шындық, иә? То есть, Ерасыл оның 7-ші жігіті деген ол қазіргі шындық қой. Ол бұрын 7-ші жігіті болған, қазір 7-ші жігіті, иә? Эльмира мысық жейді, ол тоже қазіргі кездегі шындық. Онда ол present simple. Тура сол сияқты Леонардо Ди Каприо бізде өте әйгілі фильмдерде ойнайды, иә? Қандай фильмдерде ойнады? Титаникта ойнайды, ойбай бір Дикарь деген бір сондай фильмде ойнайды, тағы да қайсында ойнап еді? Inception, начало, иә? Однажды в Голливуде. Короче, сондай өмірі самый популярный фильмдерде бізде Леонардо Ди Каприо ойнайды. Вот сонда қараңыздар. Леонардо Ди Каприо is known to play in popular movies, иә? Известно, что Леонардо Ди Каприо играет в популярных фильмах. Мына жерде ол болу керек. Сонда қараңыздар. Формула бізде мынандай болады. Когда present simple, яғни қазіргі кездегі бір қазіргі кезде факт, шындық туралы айтып жатқан кезде бізде бірінші subject тұрады, яғни кім туралы бізде ақпарат, иә? Өсек кім туралы болады? В нашем случае өсек Леонардо Ди Каприо туралы болады. Мынау subject-қа кеп тұр ғой, иә? Кеп тұр. Ары қарай бізде to be болады. Енді қараңыздар, to be мына жерде мынандай. To be, если сейчас известно, что Леонардо Ди Каприо играет, онда am is are болады. Я мысалы I am деген, немесе Леонардо Ди Каприо and Джонни Депп are деген сияқты, я. Если, знаете, раньше было известно, я, то есть 10 жыл бұрын факт болған нәрсе, это тоже present simple. Хотя бы он 10 жыл бұрын болса да, ол факт. То есть міне қараңыздар. Ладно, қазір оны түсіндіріп беремін. То есть мына жерде бізде to be is, потому что қазір известно, я. Is to be келіп тұр формулаға, дұрыс па? Потом мына жерде етістіктің 3-ші формасы. Немесе иди, noun. Бұл жерде енді қараңыздар, бізде кез келген етістік бола бермейді. Мен сіздерге көрсетемін қандай етістіктер болатын, жақсы ма? Леонардо Ди Каприо is noun. Сонда известно, что Леонардо Ди Каприо. Потом бізде міндетті түрде формула бойынша не тұру керек екен, достар, мына жерде? To болу керек. Я? Помните, бізде комплекс объектта, ой, ёшкин кот, to'дің болу-болмауы, это бізде, ситуацияға. А комплекс subjectта to обязательно болу керек. Ой, ё-моё. Так. И ары қарай етістік бірінші формасы. Ары қарай уже бізде дополнительная информация кетеді. Соны қараңыздар. Леонардо Ди Каприо is known
to play in popular movies. Известно, что Леонардо Ди Каприо играет в популярных фильмах. Енді мына жерде көп оқушылардың жіберетін қателігі, достар, олар дұрыс аудармайды сөйлемді. Яғни бұны түсіну үшін бізге сөйлемді дұрыс аудара білу керек та. И біз именно орыс тіліне аударғанда бізде ыңғайлырақ, себебі қазақ тіліне кішкене не болып қалады. Леонардо Ди Каприоның әйгілі фильмдерде ойнайтыны белгілі деп. Белгілі деген оңай, басқа сөздермен. Сонда көбісі былай аударады. Леонардо Ди Каприо знает, играет в популярных фильмах. Нет. Бізде мына нәрсе, маған кім айта алады міне, сөйлемнің мына бөлігімен, мына жер, мына жер мен мына жер не нәрсеге ұқсап тұр формуласы? Маған айта алатын адам бар ма мына жерде? Леонардо Ди Каприо is known деген. Не нәрсеге ұқсап тұр? Айтыңыздаршы, пожалуйста. Біз егер Леонардо Ди Каприо knows, knew деген сияқты бір нәрсе болса, онда ол бізде как бы дұрыс, солай аудармасы дұрыс болатын еді. Но мына жерде Леонардо Ди Каприо is known. Жоқ, present perfect емес. Passive voice-қа ұқсап тұр. Бірақ достар, бұл passive voice емес. Хорошо? Но passive voice-қа ұқсап тұр. Видите? Сол үшін Леонардо известно, бірінші мынаны аударамыз. Известно, что Леонардо Ди Каприо, екінші мынаны аударамыз, играет, үшінші мынаны в популярных фильмах. Хорошо? Давайте тағы да бір мысалдарды қарап көрейік. She is known to live in France. Да? Известно, known деген это известно, да? Міне, кеттік бірінші мынау аударды, иә? Что она, что делает? Живет во Франции. Басқа информация. She is known to live in France. Кеттік. Мына жерде уже басқа сөз қолданды. Формаға сәйкес келіп тұр ма? Мына жерде қараңыздар. Subject, to be, етістіктің үшінші формасы ed, to және бірінші формасы етістіктің келіп тұр, иә? Maria is said to speak French a little bit. Говорят, что Мария немного знает французский. Ja? То есть тоже, видите, Мария туралы өсек. Мына жерде ол туралы естіңдер ма, Францияға көшіп кетті деп айтып жатыр, иә? Прикиньте, говорят, что Мария француз тілін біледі. Сонда қараңыздар. Бізде, так, мына жерде барлығы сонда формулаға келіп тұр. Осы бірінші бөлігі бойынша сіздердің сұрақтарыңыз бар ма? Present simple'да не үшін керек екенін, қалай керек екенін. Бізде қараңыздар, пока біз қазіргі уақытта тек екі сөзді ғана үйрендік, ол бізде known, известно, және said, говорят, то есть ол туралы говорят. Енді, пожалуйста, өздеріңіз бір өсек айтыңыздаршы. Қандай қазіргі кезде қандай өсектер бар? Мысалы, говорят, что Тимоти Шаламе и кіммен? Кендалл Дженнермен ба? Кайли Дженнермен встречаются деп, да? Біз айтамыз Тимоти Шаламе and Кайли Дженнер деп. Немесе қандай қазір өсектер болады? Известно, что Қыран Талапбектің жаңа әйелі курс бастап жатыр, иә? Всем привет, меня зовут Гүлзада, я эксперт по отношениям. Давайте, өздеріңіз мысал келтіріп көріңіздер. Мен ана жақта формуласын ашып қойын. Бірінші subject, яғни кім туралы өсек болып отыр? Вот, бірақ ол басқа. Қазіргі факт туралы жазыңдар, факт. И ағылшынша, давайте, мен күтемін. Пока сіздер новый мысал жазбайынша, біз арқаға жылжымаймыз, потому что я должна увидеть, как идут дела. Кім туралы өсек? Бірінші кім туралы? Жаңағы слайдты ашыншы. Қай слайдты? Наума? Давайте, достар, сөйлемдеріңізді жасап көріңіздер. Кез келген факт. Давайте мен фантазия жетпегендерге мына жаққа өзім мынандай сөйлем келтірейін. Соны аударып көріңіздер, хорошо? Говорят, что Ерасыл на самом деле actually деп аударады, да? На самом деле 40-летняя женщина из Таиланда. Говорят, что Ерасыл 40-летняя женщина из Таиланда деген. Вот Руси Ерасыл тұр. Вот. She's known to know 5 languages. Өте жақсы аружан. Жансая is said to speak English fluently. Жақсы, молодец. 91 are known to win Ирина Қайратовна. Молодец. Ди Каприо is known to date with a young girl. Өте жақсы. Wife Адель is known to Ken. Мына жерде to Ken деп емес, біз to-дан кейін себебі етістік қойымыз керек. Ал мода бар қой. Просто to cook деп айтсақ болады, иә?
to cook деп Сабина. Тахион is known to meet with Jenny. Жақсы. Ерасыл is said actually. Мәссаған Тина қайтеді енді деймін. Ерке is known to be pregnant. Хорошо, быть беременной, потому что беременная это сын ғой. Фариза is said to eat cats. Жақсы. She is known to marry a rich man. Жақсы. Лиза is said to meet. Хорошо, етістіктің бірінші формасы. Ванила деген кім? Бізде атыңызды жазасаңыз, өмір Ванила деп тұр. Кайли is said to not be pregnant. Travis Scott. Хорошо. Ерасыл is said actually. Шли Ерасыл тұрғанда емес қой. Wife Adele is known to cook. Назым is said to play volleyball. Wife Кранталбек said to course in relations. Сонда былай болады. Ерасыл. Потом to be керек is. Потом етістіктің үшінші формасы. Говорят болса said. To и етістіктің бірінші формасы be. Yeah? Actually қоймасақ та болады, 40 years old woman from Taiwan. Yeah? Говорят, что Ерасыл на самом деле 40-летняя женщина из Таиланда. Гуми апа is known to be the most comfort people in the... Сенің көтке керетін оқушыларың деп. Вун Хок is known to be a member of popular group. Хорошо. Мен туралы өте қызықты фактор кетті ғой деймін. Годжо Сатору is said to resurrect in new chapter. Амина is noun, Нұрай потом тюді қойыңыз, науннан кейін тюді қойыңыз, хорошо? И deceive, етістік бірінші форма. И, пожалуйста, достар, когда сіздерде етістік бірінші формада тұрған кезде, просто бірінші форманы қолданыңыздар, хорошо? Иди, ing, ештеңе жалғамаңдар. Вот қалай сендер оны үйрендіңдер, қалай тұр форма, сол. Тым өзгертпеңдер, хорошо? Кеттік ары қарай. Хорошо. В принципе, сіздердің барлықты көбісіңізге түсінікті, иә? Gabriel from my fault, known to be handsome. Хорошо. Так, Райми said to marry 10 years old girl than him. Хорошо. Ерасыл, почему ты молчал? Мы бы могли собрать операцию. Так, все, давайте, достар, келесі тақырыбына, тақырыпшасына көшейік. Жаңа біз факт туралы айттық, иә? Енді бізде present continuous о не еді? Present continuous деген дәл қазір болып жатқан нәрсе. То есть дәл қазір бір нәрсе болып жатыр, иә? И біз сол туралы өсек кетіп жатыр. Ол жерде мынандай формула. Subject, to be, verb 3, 3. Сонда қараңыздар, біз мынандай заңдылық байқап тұрмыз, что мына жермен, мына жерге дейін барлығы бірдей. Міне, мына екеуі уже бізде дополнительный болып тұр. Қарасаңыздаршы, мына жерде де. Мына жаққа дейін бәрі бірдей болып тұр ғой, иә? Вот. Сонда be-дің өзін қоя саламыз. Просто be и verb ing болады. Қараңыздар. He said to be watching K-drama right now. Бәрі там сабақ оқып айтып отырса, почему Ерасыл жаңадан бері үндемей отыр? Потому что ол корейский драма қарап жатты, иә? F4 қарап жатты. И вот, прикиньте, говорят, что ол қазір сериал қарап жатыр, корейский драма қарап жатыр, прикиньте. Или анау тайванский лакорн, иә? Тайский лакорн. Сонда қараңыздар. Формулаға кеп тұр ма? Subject, to be, етістіктің үшінші формасы to, міне, мына жаққа дейін бізде бірдей кетеді, иә? Потом be форма бойынша и verb ing. Кеп тұр ма? Вот, говорят, что он сейчас смотрит дораму. I am known to be eating chicken right now. Өте жақсы, да. Ну, бізде мына жерде I am known деген кішкене бір түрлі, но, в принципе, бола береді. Жақсы ма? Қараңыздар, Аружан is known to be reading a book. Известно, что Аружан читает книгу. То есть именно қазір оқып жатыр кітап, иә? Ерасыл is heard to be crying on the toilet. Бұл енді өткен сабақтың жалғасы ғой. Бір өтіп бара жатса, туалеттен бір жылап жатқан дауыс шығып жатыр. Ақырын қараса Ерасыл отырды. Ема, прикинь, Ерасыл туалетте отырып жылап жатыр. Прикинь деп сөйтіп анау кете береді ақпарат. И уже кімнен тарағанын білмейміз, иә? Оны Дана көріп қойды ма, оны Айгерім көріп қойды ма, білмейміз, да? Но уже өсек таралып кетті. Ема, прикиньте, слышали, что он сейчас плачет в туалете. Прям қазір болып жатыр. Так, Габриэль, так, не дейді значит. Давайте өздеріңіз мысалдарыңызды келтіріңіздер. I'm known to be eating chicken right now дейді. Басқа ешқандай мысал, иә? Boyfriend said to be meeting his friend now. Хорошо, жақсы. Давайте өздеріңіз осыған келтіріп көріңіздер. Мен формуласын ашып қояйын сіздерге. Кімде фантазия келмейді, мен сіздерге мынандай мысал келтірейін. Допустим, так, Айнора. Нет, қазақша жазуым керек қой, блин. Так, известно, что Айнора сейчас дерется с бомжами.
Дәл қазір Айнұра деген ана жақта отырды бомждармен төбелесіп, қан жосан болып, анау бір тісі құлап, ит болып ана жақта қырылысып жатыр бомждармен. Иә, бомж это бомж, оның аудармасы homeless. Homeless man десең болады, иә? Так, допустим. Kylie Jenner known to be hot pretty. Қараңыз, Айгерім, сіздің жазғаныңыз ол present simpleға келіп тұр, потому что известно, что Kylie Jenner очень горячая, красивая женщина. Я ол факт қой. А сізге іс-әрекет керек. Мына жерде уже міндетті түрде әрекет болу керек. Не просто әрекет, а іс-әрекет деп айтайықшы. Сізге какой-то бір іс-әрекет не істеп жатыр? Я, Айгерім, бірінге істеп жатыр ғой. Ойбай, Айгерім деп ма, Kylie Jenner. Вот сондай. He said to be meeting with the former. Жақсы. Janelle is heard to be cooking dinner. Жақсы. Айнұр is known to be fighting with bomb. Я, жақсы. Тағы да, достар, мысал. Ары қарай жылжу үшін я должна понять, что сіздер осыны қатты түсіндіңіздер. Janelle is known to be seeing Hailey. Егер Жанель прям қарап тұрса Хейлиға, онда болатын еді. Даже seeing дегеннің өзі. See, потому что бізде verb of perception, оны біз continuousқа қоймаймыз. Мадина is said. Жансая Рүстем. Сіз қараңыз, Мадина subject қой. To be-ді ұмытып кеттіңіз. Қайттан жазыңыз. To be taking picture right now. My boyfriend is... Альмира, то же самое. My boyfriend is said. Хорошо? To be-ді ұмытпаймыз, достар. Қайттан жазыңыз, Альмира. To be eating cat right now is now Ерасыл doing gender operation. Жоқ, Ерасыл, вообще шай кеттіңіз. Ерасыл, сізде қараңыз. Сабақтың бас жағын тыңдадыңыз ғой. Бізде бірінші subject кім туралы, иә? Мына жақта Ерасыл мысалы. Ага. Потом сізге to be керек. Ол is. Потом етістік үшінші формада сіз noun деп қойдыңыз. Is, noun. Ага. Енді дәл қазір оған операция жасап жатсам to be там, допустим, having surgery десеңіз болады, иә? Немесе to be, егер қазір мысалы рамен жеп жатсаңыз, eating ramen. Сонда қараңыздар, известно, что Ерасыл сейчас ест рамен. Ерасыл дұрыстап жазыңыз қайттан. Так, Айнұр is known to be fighting with homeless. Жақсы. My classmate is said to be listening funk music right now. Жақсы. Амина is noticed to be promising for Асхат. Хорошо, заметили, что Амина что-то обещает им Асхатқа, я? Мадина is said to be taking a picture right now. Дұрыс, я, молодец. He's said to be playing volleyball right now. Брэм is said to be listening music right now. Айнур is said to be жаңа бір удалить етсады. Fights емес, fighting. Умяпа is said to be teaching English right now. Жақсы. My crush is noun. Айгерім Кенжахметова. My crush деген subject қой. To be-ді ұмытпаймыз, достар. Is said, my crush is known to be giving me butterflies. Ерасыл is said to be crying about his new image over 40 years. Жақсы. Наргиза подсуетилась, сөйлем ұзақ. To be, ing дегенде to be қатып қалған сөз ғой, я получается. Я, дұрыс айтасыз. Мен to be болса, екеуін бірге жазатын. Ана жақта, видите, екі бөлек квадратикқа жазым. Значит, be бізде be болып қала береді. Молодец, Аружан. My boyfriend is said to be eating cake right now. Дұрыс, Альмира, молодец. My best friend is said to be eating cake without me. Жақсы. She's known to be dancing for practice. Динара is known to be dancing right now. Болат, молодцы. She's said to be eating dogs. Жақсы. Best friend is said to be loving with me. Деп, ой, апай, шай кеттіңіз, иә? Ол факт қой, дәл love, достар. Present continuous кетсірекші. Love, hate, now, see, hear деген сияқты етістіктер continuous жүрмейді ешқашан. Gigi is going to be holding Palestine. Жоқ. Ванила ашынатыңыз кім сіздің? Gigi is, gone деп айтамайсыз. Мына жер пока что тек қана noun және said деген екі сөзді ғана қолданыңыздаршы. Хорошо? Өмірді пока қиындатпай. Барри is known to be reading. Айнұра Шакрат. Биді ұмытып кеттіңіз тағы да. Вот жазыпсыз, иә? Dana is known to be watching Marvel right now. Хорошо, молодцы. Present continuous сонымен бітірдік, иә? Достар, present simple мен present continuous түсінікті болды ма? Түсінікті болса, плюсик жіберейік. Present simple және present continuous бойынша сұрақ болмаса, плюсик жіберейік. Сұрақ болса, сұрақтарыңызды жазыңыздар, мен қазір түсіндіріп жіберемін. Қазір потому что ары қарай көшеміз біз. Students is said doing exam. Students are said. Фариза, себебі students көпше ғой. Сонымен сұрақ жоқ, иә? Жақсы, түсінгендеймін дейді. Қазір тест келгенде вообще easy болады. Келесі present perfect. Present perfect бізде есімізде бар, ол не еді? Present perfect деген это результат, дұрыс па? То есть бұрын болып кеткен әрекеттің болып кеткен әрекет қой, бай қарасаң, иә? Ол болып кетті, просто қазір результаты бар, иә? Сонда қараңыздар, ол бізде бай.
Бірінші subject to be, то есть мынаны біз жаңа көрдік, что былай бәрі одинаково кетті, иә, subject to be, verb 3-2. Және мына жерде не болады екен уже? Have және не болады? Етістіктің үшінші формасы, немесе ed, иә. Сонда қараңыздар. They are said to have passed all their exams. Говорят, что они сдали все свои экзамены. Бұл жерде достар қараңыздар. Олар уже тапсырып бітті экзамендарын. Все, экзамендері бітті. Кеше тапсырып қойды, допустим, бір апта бұрын тапсырып қойды, бір ай бұрын тапсырып қойды деген сияқты. Бұл уже аяқталып кеткен, болып кеткен нәрсе туралы айтқымыз келгенде, біз осы present perfect'ті қолданамыз. Жақсы ма? Егер present simple дәл қазір, то есть факт, шындық болса, я, допустим, they are said to have to pass all their exams, то есть олар күнде экзамен тапсырады деген сияқты, иә. Ал they are said to be passing their exam, это дәл қазір отырып олар сол экзамендерін тапсырып отыр. Ал they are said to have passed, яғни олар уже тапсырып тастады экзамендерін. Түсінікті ма? То есть бұл жерде бізде маңызды нәрсе, что олар уже бітіріп тастады. Түсінік па? Давайте тағы да мына мысалға қарайық. The concert is announced. Вот видите, біз уже бүгін жаңа сөзді шығардық. Announced. Объявили. Міне. Объявили, что концерт давно начался. То есть сендер кеше там Sound Clash па, қайсы еді, Ирина Қайратовна мен 91-ның концертіне мәз болып бара жатсыңдар, а уже концерт басталып қойыпты. Бір сағатқа кешігіп барыпсыңдар, иә? Ема концерт басталды. Да, объявили, что концерт давно начался. Біз білеміз бе, кто объявил? Біз білмейміз, әйтеуір сондай ақпарат келді. The concert is announced to have begun. Кеттік. Формулаға келіп тұр ма? Subject, to be, verb 3 ed, to, have, и етістіктің үшінші формасы ed. Laura is thought to have been abroad. Думают, что Лаура была за границей. То есть он бұрын болды, қазір емес. Наунған емес, любой етістік үшінші. Любой етістік емес, дана мен сізге потом, мен сіздерге көрсетем қандай етістіктер, хорошо? Пока что мен көрсеткен етістіктер ғана пайдаланыңыздар. То есть міне announced, thought деген сияқты. Давайте өздеріңіз бір мысал құрастырып көріңіздер. Қандай өсек білесіздер? То есть не нәрсе істеп қойды? Вот говорят, что анау бүйтіп қойды. Думают, что анау бүйтіп қойды. Объявили, что бұл уже сөйтіп қойды деп. Қалай ойлайсыздар? Өздеріңіз мысал келтіріп көріңіздер. Кімге фантазия жетпейді? Біз былай айтайық. Думают, что Фариза разбила өткен шақта, да, его сердце. Болсыншы. Өткен шақта уже болды, жүрегін жаралап қойды, иә. My family are said, family is said деген дұрысырақ болатын шығар, иә. To have bought a new house. Да, говорят, что сонда мен отбасым маған айтпай жаңа үй сатып алған ғой, иә. Говорят, что моя семья купила новый дом. Біз білмейміз бұл нәрсенің шын емес екен, иә. Жанель is said to have been shouted at them. Жоқ, Жанель қараңыз. Жанель, сіз не деп айтқыңыз келді? Сіз айтасыз, Жанель is said to have shouted at them. То есть говорят, что Жанель, накричала на них, да? Онда бин керек емес. Shouted уже етістікке иди жалғап тұрсыз ғой. А Ружан, he is thought to have finished your homework. Да, думает, что он закончил твою работу, домашнюю работу, да? Хорошо. Blackpink are known to have ended their tour last month. Жақсы. Ерке is thought to have married for Rhyme. Жақсы. Фариза is thought to have broken his heart. Жақсы. Blackpink is announced to have ended contract. Жақсы. Вот мне. Объявили, что Blackpink закончил свой контракт, да? Фариза is thought to have broken his heart. Фариза is thought to have broken his heart. Молодцы. Ерасу is thought to have been 40 years, 10 years ago, десем шли вот, была, да, я, то есть он был 40-летней женщиной 10 лет назад, жақсы, а сейчас он уже 17-летний мальчик, я. She's thought to have married to V, жақсы. BTS album is announced to have finished, хорошо, жарайды келе береді. Фариза is said to have broken his leg. They are announced to have advertised at the shop. Karina is said to have dated with both of them. Неткен өзек. Dana is known to have been керек емес, Dana хорошо. To have won the Olympics 2 days before. Жақсы, я. Been керек емес. Beenді қоя бермеңдер любой жерге. Бин деген, мынау достар, сіздер осы шатастырып жатқан просто етістіктің үшінші формасы ғой. Мына жерде began деген сияқты екеуі
бірдей болып тұр, просто beenді қоя бермеңіздер. Katy is thought to have been famous. Жақсы. The government is announced to have қараңыздар. Government is announced to have етістіктің үшінші формасы жоқ бізде. To have had holiday десеңіз болады, иә? Наргиза мысалдарын әліпбиге қойдың. Сонымен біз түсіндік, иә? Мынау бойынша сұрақтар жоқ шығар. Біз түсіндік. Кеттік келесі. Ойбай, present perfect continuous. Present perfect continuous деген, короче, бай ғой. Бұрын басталып, әлі жалғасып, әлі аяқталмаған әрекет. Бұрын жалғасып. Негізі бұл нәрсе тестте көп келмейді. Именно present perfect continuous формасы. Хорошо, мен қазір көрсетемін тестті. I'm known to have fallen in love with my classmate. Жақсы, classmate is thought to have been pregnant деп қойсам. Сонымен қараңыз, мына жерде форма бойынша to-ға дейін бірдей болып кетеді. Ары қарай просто вот жаңа бізде beenді қосқандар болды ғой. Вот been керек, но ол кезде уже етістік не болады? ing болады. Хорошо? Енді қарай. Some writers are known to have been writing their books for many years in a row. Известно, что некоторые писатели работают над своими книгами много лет подряд. Да? То есть, смотрите, многие писатели, они начали работать над своей книгой, допустим, 10 жыл бұрын бастады, иә? Олар әлі жазып жатыр, әлі аяқтаған жоқ, олар әлі процесте. Біз именно көрсеткіміз келеді, что ұзақ уақыт бірдеңе істеп жатыр деп. Бәрі формулаға енді сәйкестендірмей қойсам да болатын шығар, маған сәйкестендірейін. Міне, мынау бізде subject. Мына екеуі міне. Мынау бізде to be. Кеп тұр, иә? Мынау бізде етістіктің үшінші формасы немесе ed. Мынау бізде to. Мынау бізде have. Бәрі формулаға кеп тұрғанда. Мынау бізде been. Мынау бізде етістік ing. Кеп тұр ма? Сонда, давайте мына жерге. Some writers'ның орнына, допустим, біз Наргиза деп қояйық. To be орнына is. Етістіктің үшінші формасы noun. Наргиза is noun. To have been. Наргиза is known to have been sleeping for 3 hours. Известно, что Наргиза спит уже 3 часа. Сонда ана басындағы үшеу өзгермейді. Соларға шақтардың формасына байланысты қосу. Дұрыс. Басындағы үшеу емес даже Фариза. Басындағы үшеу емес. Блин, мен планшетім. Вот. Басындағы төртеу міне. Мынау 1, 2, 3, 4. Осы төртеуі өзгеріссіз сидалу солай тұра береді. Тек біз мыналарды ғана өзгерте береміз. Шықсы ма? Енді жаңа сіздерге айтылған нәрсе. То есть, қалай айтсам екен. Бізде мына жерде етістіктерді, видите, мен сіздерге айтып, пока что now, say деген сияқтыларды қолдана беріңіз. Хорошо. Not example my life деймін. Вот. Бізде осылардың орнына қолданылатын определенный етістіктер бар. Ол етістіктер міне. Көз алдарыңызда тұр. Олар бізде hear, see, watch, наблюдать, feel, чувствовать, observe, тоже наблюдать, notice, замечать, know, знать, think, думать, consider, считать, полагать, believe, верить, suppose, предполагать, expect, ожидать, imagine, представлять, find, узнавать, trust, верить, assume, допускать, заставлять make, say, говорить, report, сообщать и state, утверждать. Енді біз осыларды жаңағы етістіктің үшінші формасы ed деген бізде өзгеріссіз қалатын бар ғой, соған қойсақ болады. То есть слышали, видели, наблюдали, чувствовали, замечали. Мен сіздерге айтайын, ең көп тестта қайсы келеді? Тестта мынау келеді, мынау часто келеді, мынау ең жиі прям мынау келеді вообще. Мынау жиі келеді. Вот. И say деген жаңағы жиі келеді ше. Say. Осылар ең көп келеді. Complex subjectке тек осы етістер. Complex subjectке дегенде жаңағы бізде is noun, is said деген. Міне қараңыздар, мына жағында мысалдар тұр. Адина Балжан. Henry was heard to want болу керек берқаты. Жоқ, want, мне кажется, келмейді, потому что мысалы мен айтамын, Henry is wanted. Жоқ. Сіз complex object'ті шатастырған жоқсыз ба? Вот complex object'ті want болады бізде. Henry was heard to talk some nonsense. Было слышно, то есть слышали,
как Генри нес какую-то чепуху. Видите? Генри был слышен. Was heard деп тұр. Bonnie and Clyde were known to be tough criminals. Бонни и Клайд были известны как закоренелые преступники. Видите? Were known. Now деген қолданып тұр, иә? Modern people are considered to be too into their looks. Считается, что современные люди слишком увлечены своей внешностью. We were made to make something to eat before our party. Make заставлен, то есть перед вечеринкой мы были вынуждены, или заставлены, да, приготовить что-нибудь поесть. They are said to have lost all their money. Говорят, что они потеряли все свои деньги. Көрдіңіздер ме? Said, made, considered, noun, heard деген сияқты етістіктерді пайдаланып отырмыз. Түсінікті ма? Енді, пожалуйста, даже бәрі формулаға да сәйкес келіп тұр. Мынау subject, мынау бізде to be, мынау етістіктің үшінші формасы ed, который біз осы жерден алуымыз керекпіз, иә? To, потом етістіктің бірінші формасы отыр be, иә? Ага. Енді, пожалуйста, осының ішінде жаңа біз енді say, now, announce деген пайдаландық қой. Вот содан басқа сөздеріне бір мысал келтіріп көріңіздер, сосын біз жалғастырамыз. То есть мынаның ішінен кез келген бір сөзді таңдаңыздар да, иә, там expect, suppose деген сияқты, иә, и соған сөйлем құраңыздар. И қасына аудармасын жазыңыздар, чтобы я видела, хорошо? Допустим, Арыстан онлайн students are considered to be the best students. Считается, что студенты Арыстан онлайн самые лучшие студенты деп сразу өзін и аудармасын жазыңыздар. Мен сіздерді күте тұрамын. И потом ары қарай жалғастырамыз, окей? Давайте. Ой, ешкім жазбады ма әлі мысал? Или менде қатып тұр ма? Сейчас бір минут. Ой. Вот, енді жүріп жатыр, иә? They are believed to have been losing it. Жақсы. She's found to write a lot of conspects. Хорошо. Сонда узнали, да, что она пишет. Ага. This house is known to be with ghosts haunted. Жақсы. Nounнан басталады. Аян was heard to die after viruses. Жақсы. Еще есть? Тағы да мысал жазсаңыздар шоз. Төрт формуланың біріне келтір. Хорошо, давайте біз уже видим. They are expected to have been millionaires. Жақсы. Мына жерде бізде тағы да бір список бар. To be certain, to be likely, to be unlikely, yeah, to be sure, to be up, to seem, to happen, to prove деген сияқты. Scientists are imagined to have been melting the Arctic Ocean. Жақсы. Homeopathy is heard to be teaching in the world. Ойбай. Сонда қараңыздар, бізде мына жерде to be-дің орнына біз әрине to be-ді қоямыз, иә? Am is are, was деген сияқты. We are certain to finally sign the contract. Мы уверены, что в конце концов подпишем контракт. Подпишем в будущем, я бы не. He's unlikely to believe my story. Вряд ли он поверит в мою историю. The wedding dress seemed to have been nicely designed. Казалось, что свадебное платье было прекрасно сшито. All the guests appeared to be enjoying themselves at the party. Все гости, казалось, развлекались на вечеринке. Dina is found to have been loving Ярослав for 2 years. Son. Eating fast food is known to have been unhealthy. Жақсы. Parents to be believed to pass exams very well. Родители. Parents are believed. Хорошо, Фариза. My father was known to be the most... жоқ. Фариза, сіздікі дұрыс емес. Parents are believed to pass exams very well болса, онда сіздің әке-шешеңіз экзаменді күшті тапсырады. То есть,
типа считается, что родители сдадут экзамены. А если сіз родители верят, что наберу деген, уже комплекс object болып кетеді. My parents expect me, немесе believe me to pass exam. Ол уже комплекс object болып кетеді. Subjectқа дұрыстап келтіріңіз. My father was known to be the most criminal star shark на районе. Star shark деп star shark деп оқып тұр ғой. Star shark на районе. Апай сонда комплекс subjectте тек осы сөздерді, тек осы сөздерді. It seemed to be difficult. It seems, сонда қараңыздар. Мыналарға бойынша мысал келтірмей қойыңыз, но все понятно. All the guests appeared to be enjoying themselves at the party. We are certain to... То есть, примерно понятно, то же самое, Енді қараңыздар, мына жерде бізде practice деп тұр, но тесттен бұрын мен сіздерге мына нәрсені көрсеткім келеді. Бізде қараңыздар. Complex subject бар, Бізде оның бірнеше формуласы бар. Но бар оның формуласы бізде былай кетеді. Subject плюс to be плюс етістіктің үшінші формасы ed плюс to. Вот, қараңыздар. Мынаны біз мынандай квадратикқа аламыз. Потому что мынау өзгеріссіз. Осыдан кейін біз просто етістіктің бірінші формасын қоямыз. Be плюс verb ing қоямыз. Have және етістіктің үшінші формасын ed қоямыз. Және де have been плюс етістікті ing қоя аламыз. Вот. То есть сіздер егер сөйлемнен, то есть осыны тапсаңыздар, мына нәрсені көріп тұрсаңыздар, ары қарай сіздерде осы 4 варианттың бірі ғана мүмкін. Басқа нәрсе мүмкін емес. Апай жаңағы сөздерде жалғасы ма, одан алдыңғы сөздер? Жалғасы. To be өзгермей ме шақтарға қарай. Мына to be өзгереді. Жақсы айттыңыз, өзгереді. Имеется в виду, что типа мына форма өзгермейді. То to be-дің орнына am, is, are, was, were, will be, have been деген сияқты қолдана береді. Енді қараңыз, осыны түсіндік. То есть, видите, біз мына форманы көрсек, subject, to be, етістің үшінші формасы to, біз осы төртеуінің бірі болады. Потом жаңа біз қараңыздар, present simple, present continuous, present perfect және present perfect continuous'ты көрдік. Бізде еще future simple бар. Оны мен жазбадым, себебі ол оңай, но мен айтып кетейін. Future simple. Мен қазір сөйлемді жазамын future simple'да, осы complex subject'ін сіздер формуласын өздеріңіз шығарып көріңіздер, Мысалы мен айтамын. Нет, давайте былай. Бірінші орысшасын жазайын. Студенты, ученики, Арыстан онлайн. Известно. Что? Студенты Арыстан онлайн наберут плюс 120 баллов. Известно, что студенты Арыстан онлайн наберут 120 баллов, больше 120 баллов. Ағылшыншасы. Арыстан в следующем году, дейікші? В следующем году. Болашақ екен көрсету үшін, Арыстан онлайн students are known to get 120 next year. Ал енді сіздер өздеріңіз формуланы шығарып көріңіздер. Қалай ойлайсыздар, формула қандай? Онға дейін санайым. Ешкім формуланы айтамаса, онда мен өзім айтам, 19
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Bilmiyorum, mаған ешқандай форма келмеді. 1, 0. Жоқ, чатта ешқандай форма жоқ қой. Формуласы мынандай болады. Future simple. Бас жағы енді понятно, бәріне бірдей, иә? Subject плюс to be. Маған келіп тұрған жоқ ешқандай форма. Вот енді келіп жатыр. Subject плюс to be плюс етістіктің үшінші формасы ed плюс я. И бұл нәрсе неге ұқсап тұр, достар? Хорошо, енді келіп жатыр сообщение. Бірақ нұрайдікі ғана келді маған. Мына жерде сонда қайсысы болады? Ой, не нәрсеге ұқсап тұр? Future simple'дың формуласы тура не нәрсеге ұқсайды? Present simple'ге. Екеуінің формасы бірдей. И бұның future екен тек мынандай next year, tomorrow деген сияқты сөздер ғана көрсетеді. Түсінікті ма? Жақсы. Енді давайте біз тест жасап көрейік. Міне, тестта примерно осылай келеді. My friend is likely. Міне, мына жерде likely деген бар, иә, міне, likely. Likely жоқ, но he is unlikely to believe my story, иә, unlikely to, потом етістің бірінші формасы, и вот. Енді керек. My friend, subject, to be. Мына жерде мен сіздерге айтқым келгені, мына жерде бізде етістік үшінші форма ed болып кетпейді. Соның орнына қолданылады, но осы формасы, осы түрінде сақтала береді, достар, қараңыздар. Certain, unlikely, тек seemed қана өзгереді, иә? Appear деген сияқты, но certain, likely, sure деген сияқты көбісі өзгермейді. То есть осы формасында қала береді. Но ол сіздерге уже беріліп тұрады солай. Да, қараңыздар, мынау бізде likely деген жаңа үшінші форманың орнына қолданып тұр ғой, иә? Ары қарай не болу керек? Әрине бізде to болу керек. To бізде тек қана қайсында бар? H пен C-да ғана бар, иә? Значит, to remember your address және to know your address. Оңай ма екен? Екі вариантта болады. С және H. Давайте келесін сіздер тоже жасап көріңіздер өздеріңіз уже. Complex subject. Мына жерде енді сіздер формула бойынша табыңыздар. Вот. Бізде 10 минуттай уақытымыз бар. Тауып көріңіздер. DH дейді. Да, қараңыздар. Бізде subjecттен кейін обязательно не болу керек? To be болу керек, иә? Біз сразу subjecттен to be. Мына жерде to be жоқ, мына жерде to be жоқ, мына жерде to be. Now, those pictures деген subject, to be, етістіктің үшінші формасы, to have, етістіктің үшінші формасы. Кеп тұр ғой? Кеп тұр. To be жоқ, to be жоқ, to be жоқ. Мына жерде book, was, believed, to have. Кеп тұр, иә? Молодцы, DH. Кеттік ары қарай. She to have gone to California. Мына жерде біз уже формуланың бас жағы керек, иә? Жаңағы subject, to be, потом етістің үшінші формасы, иди. И мына жерде to уже тұр. То есть мына жерде мына керек бізге. Уже subject тоже тұр бізде. Әрине she said, иә? She saying, ананы деп айта алмаймыз. Молодцы. The delegation, тура сол сияқты delegation, уже мынау subject, ары қарай бізге. Future simple'да will болмай ма не? Жоқ, will болмайды. Delegation. Мына жерде смотрите, мынандай нәрсе delegation ол бізде collective noun ғой. И мен всегда ұмытып қаламын collective. Ол, короче, British'та ол singular, American'да ол plural болмай или наоборот. Мына жерде бізде пока что R бола берсін, B. Но C тоже келеді, иә? Потому что главное не скеп тұр, to have left болсын. Просто бізге делегация деген R ма или из соны қарап алу керек. То есть көпше деп па или жекеше деп санала ма деп. Ну, в принципе, вы поняли. Complex subject кеттік. Мына жерде қайсы болады? Опять же, формула бойынша іздейміз. Subject плюс to be плюс етістің үшінші формасы. Жоқ, екеуінде белгілейміз емес, біреуін ғана болады. Просто бізге, сіздер British English'ті үйреніп жатсыз, сіздерге британский вариант керек болады. Асы емес, тек бірақ вариант болады. He is noun to go. Неге с болады? С болмайды, себебі he is-дан кейін бізге етістіктің үшінші формасы ed керек. Ана жерде ол жоқ. Ана жерде бар. Түсінікті ғой, не үшін с болмайтынын? Кеттік. Complex subject'ті таңда дейді.
мына жерде не болады? Опять же, формуланы іздейміз. Subject плюс to be плюс етістіктің үшінші формасы. Видите, даже көп жағдайда ары қарай нәрсе, мен үйреткен нәрсе, мен сіздерге всегда более қиын версиясын, толыққанды версиясын үйретемін. Но тестта сіздерде андай, тестта сіздерге андай несі келеді. Сырт поверхностный келеді. GH де, әрине GH, иә. Басқаларында бізде даже to be де жоқ, иә. Мына жерде ше, ой, мне кажется, бірдей, иә. Жоқ, бірдей емес. Ага. Мына жерде не болады? D, иә, D және G. Бәрін чисто формулаға, осы алғашқы формулаға салсаңыздар да табылып қалады екен, иә? Subject плюс to be плюс етістіктің үшінші формасы ed плюс to деген формулаға салсаңыздар. Кеттік, мынаны жасаймыз, потом бізде уже бітті осымен. Ага, his noun, екіде не болады? An outstanding scientist. Известно, что он выдающийся ученый. His noun, екіде, әрине, to be, иә? Үштеше, he doesn't to understand English. Кажется, он не кажется, что как будто он понимает английский. Қасына цифрасын жазыңыздар, чтобы я понимала. Или жазыңыздар, или цифрасын, чтобы біздер қайсына жауап беріп жатқанын білу үшін. Ага, үште, he doesn't seem, иә, әрине, he doesn't seem. Төрттеше, seems болмайды, себебі doesn't деп тұр бізде. Төртте, John was sad. Төртте, әрине, see what to be, иә. Бестесе, all the guests to be wearing black suits. То есть предполагается, что все гости наденут черные костюмы. Бесте не болады? Я, әрине, болады. Я, to be керек қой бізге. The weather was expected nice, but it rained all days. Ожидалось, что погода будет хорошей. Но все дни жаңбыр жауды. Бізде де жаңбыр жауса Алматыда. Алты, was expected to be. Молодцы. Сонымен бір қарап шығайық. Complex subject деген бізде өсек болып шықты, иә. Біз оны бірнеше шақта қарастырдық. Present simple'да бізде просто етістіктің бірінші формасы, present continuous'та be және verb ing, present perfect'та have және етістіктің үшінші формасы, present perfect continuous'та have been және verb ing болады, иә. Біз мынандай шешімге келдік, что бізде барлығының алғашқы формасы бірдей болады, яғни subject to be етістіктің үшінші формасы және to, иә. И ары қарай төрт вариантқа кетеді, яғни ол бізде verb 1, be ing, have етістіктің үшінші формасы және төртіншісі have been verb ing. Біз етістіктің үшінші формасының орнына қолданатын сөздердің списогін қарадық, иә. Примерно өзгермейтін, мысалы, the wearing dress happened to be деген сияқты осындай сөздерді қарадық. Аха. Енді, пожалуйста, сұрақтарыңыз бар ма? Оңай ма екен? Оңай болып шықты ма? Түсінікті болып шықты ма? Егер барлығы түсінікті easy болса, онда жүрек жіберіңіздер. Егер сұрақ болса, сұрақтарыңызды қойыңыздар. Вот қиын деп санаған complex subject на самом деле easy екен, иә? Үйреніп алсаң. Сұрақтарыңыз болса, қазір қойып тастаңыздар. Окей. Если сіздерге барлығы түсінікті болса, онда шыға берсеңіздер болады. Всем пока. Я, шақтарды білсең оңай. Чисто, достар, сіздер формуласын жаттап алуыңыз керексіздер. Формула жаттап алыңыздар. Но тестта енді да сіздер көргендей easy. Просто бас жағын ғана дұрыс қойсаңыздар болды. Ага. Все, всем пока.